Қайырлы күн, құрметті көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, сурдаудармада Самал Жантемір. Каспийдегі ақау. Бүгін таңертеңнен бастап Каспий клиенттері қосымшаға кіре алмай, өз карталарындағы ақшаларын шеше алмай дал болды. Тіпті кейбір адамдардың шоттарында ақша жоғалса, енді бірінде ол көбейе түскен. Қазір картамен төлем жасау, банкоматтардан ақша шешу, толықтыру, төлемдер мен аударымдар уақытша қолжетімсіз. Банк өкілдерінің айтуынша, Kaspi.kz қосымшасындағы техникалық ақаулар ретке келтірілуде. Клиенттердің ақшалары жеке шоттарында сақтаулы тұр. Қазір кей адамдардың қаржы көлемдері қате көрсетілуде. Ал әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Каспийге кибер шабуыл жасалып, 79 миллион теңге ұрланғандығы жайлы мәліметте тарап жатыр. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде мұның кибер шабуыл екендігі туралы жалған ақпарат тарады. Ешқандай кибер шабуыл болмағанын хабарлаймыз. Клиенттердің қаражаты түгелдей өз қалпында және ақау ретке келтірілгеннен кейін қосымшада дұрыс көрсетіледі. Оралда ғаламтор арқылы тұрғындарды сан соқтырып, оңай олжа табатын алаяқтар көбейіп кетті. Олар банк қызметкерлерінің атын жамлады. Зардап шеккендер қатарында миллионнан айырылғандар да бар. Биыл 250-ден астам алаяқтық дерек анықталған. Бұл тек ресми тіркелген мәлімет қана. Онлайн отырып, опық жегізгендер оңайлықпен ұсталмай тұр. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз сабақтайды. Оңай әрі жылдам ақша тап. Орал қаласының тұрғыны Тұрар әлеуметтік желіден осындай жарнама көріп, олармен байланысқа шықты. Егер кемінде 15 мың теңге жолдаса, қаржыны әп-сәтте 400 мың теңгеге дейін көбейтіп алуға болатыны туралы хабарлама келген. Тұрар ойланбастан қолындағы бар ақшасын аударып жіберді. Ол дейтін 20 мың салды, 20 мың салғаннан кейін ол аз, сосын тағы 30 мың салды, 30 мың салдым. Ода тоже не шығып тұр, 30 шығып тұр, бірақ сізге тағы ақша салып өтті. Короче, 89 мың салдым, 1 сағаттың ішінде шығарып береміз деді ақшаны. И жоқ, олар жоқ болып кетті. Заявление жаздым полиция қызметкерлеріне. Осы күні кеше сентябрьде сол ақшамды кері қайтарып алдым. Осы полиция қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді. Раскрыто 28 аналогичных фактов выступлений. Осындай 28 алаяқтық дерек ашылды. 15 қылмыс бойынша шығын толықтай өтелді. Ал қалған істер бойынша әзірге күдіктілер ұсталды. Шығынды қайтару бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қылмыстық кодекстің 190 бабы 2 бөлімі бойынша алаяқтар 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Компьютер тілін жетік білетін алаяқтар сан түрлі амалға барады. Олардың көпшілігі тұрғындарға қоңырау шалып, өздерін банк қызметкері ретінде таныстырады. Қой терісін жамылған қасқырлар жеке мәліметтерді біліп алған соң, есеп шоттарды бұзып, қаражатты қолды қылады. Ежедневно у нас поступает сообщение. Тұрғындардан есеп шоттағы қаржы ұрланғаны туралы арыз жиі түседі. Алаяқтардың 90% қаржы құрылымының маман екенін айтып, сенімге кіріп алады. Кейбірі тұрғындарға хабарласып, есеп шотқа әлдегімнің шабуыл жасап жатқаны жөнінде жалған ақпарат береді. Сөйтіп ақшаны басқа шотқа аударуға кеңес береді. Олар құйтырқы әрекетін осы сәтте жүзеге асырады. Жәбірленушілер арасында 15-18 миллион теңгесінен айырылып қалғандар бар. Жыл басталғалы Оралда 530 алаяқтық дерегі тіркелген. Олардың тең жартысы онлайн опық жегізгендер. Виртуалды ұрыларды құрықтау қиынға соғады. 170 қылмыс әлі күнге ашылмаған. Еркебұлан Самадияр, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Орал. Ақтөбеде авторлық және аралас құқықтар туралы заңды бұзды деген күдікпен бір ойын клубының заттар тәркіленді. Нысанның ісіне қатысты бұған дейін компьютерлік ойын түрлерін ұсынушы компания өкілдерінен арыз түсіп, қылмыстық іс қозғалған. Енді ол соттың қарауына жіберілуі мүмкін. Ал тәркіленген заттарға сараптама тағайындалып, қаншалықты лицензиялық өнімдер тұтынғаны белгілі болмақ. Бұл республика көлемінде бастау алған хай-тек жедел алдын алу шарасы аясында Ақтөбеде анықталған олқылықтың бірі. Күнге созылатын шара ақпараттық технология саласындағы қылмыстарды анықтауға бағытталған. Оның ішінде интернет желісі арқылы әрекет ететін алаяқтардың ісі де басты назарға алынады. Тек былтыр жүргізілген рейд нәтижесінде өңірде 3 қылмыстық іс қозғалған. Осы жедел алдын алу шарасы аясында ойын клубтарына рейд жүргізіледі. Жылда өткізілетін іс болғанымен, аса маңызды және барша азаматтарға интернет алаяқтардан сақ болуларын ескертеміз. Онлайн түрдегі сауда-саттықта күмәнді заттарды алмауларын сұраймыз. Ең бастысы, жеке құжаттар мен банк картасын суретке түсіріп, сатушыға жібермеу керек.
Ал Қазақстанда бір тәулікте 148 адам вирус жұқтырды. Ауру белгілері ең көп анықталғандар Нұр-Сұлтан қаласы мен Шығыс Қазақстан облысы. Әрқайсысында 24 адамнан вирус табылды. Павлодар облысында 14, Алматы облысында 12 дерек тіркелді. Қазақстан бойынша өткен тәулікте коронавирустан 117 адам емделіп шықты. Пневмонияға келер болсақ, бұл індетке душар болғандар күрт көбейіп кетті. Өткен тәулікте 274 адам коронавирустық пневмонияға шалдыққан. Өкпесі қабынған бір науқас қайтыс болды, 68 адам аурудан айықты. Түркістан облысында жабық базарлардың сенбі күні жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Бірақ сауда орындарында санитарлық дезинфекциялық талап күшейтіліп, әлеуметтік арақашықтықты және маска кию тәртібін сақтау міндеттелді. Өңірдің бас мемлекеттік санитар дәрігері карантиндік шектеу шараларын ұзарту туралы қаулыға осындай өзгерістер енгізген. Жаңа қаулыға сәйкес облыс аумағындағы сауда орталықтары мен азық-түлік, киім-кешек базарлары таңғы сағат 9-дан кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Айта кетейік, бұған дейін өңірдегі барлық базарлар мен сауда орталықтары тек жұмыс күндері ғана қызмет көрсетіп келген еді. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау департаменті басшысының орынбасары Алдарқұл Ахметовтың айтуынша, өңірдегі мал базарларының жұмысына тыйым салынады. 65 жастан асқан адамдарға мүмкіндігінше көшеге шықпауға кеңес беріліп отыр. Кинотеатрларға жұмыс істеуіне рұқсат етіліп отыр. Толымдылығын 30%-дан асырмай, барлық санитариялық, дезинфекциялық іс-шараларды сақтай отырып рұқсат етіліп отыр. Той-томалақ мәселесі бізде бүгінгі күнге ең өзекті мәселе болып тұр. Осы облысымызда отбасылық мерекелік іс-шаралар, немесе қоғамдық тамақтану орындарындағы ұжымдық іс-шаралардың барлығына тыйым салынған. Бізде қазір облысымызда осы жағдай тұрақталмай тұр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, соңғы аптада әлемде 3 миллиондай адамнан коронавирус анықталды. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Вирус жұқтырғандар мен құрбандар саны жағынан ақш көш бастап тұр. Джонс Хопкинс университетінің мәліметіне сүйенсек, пандемия басталғалы Құрама Штаттарда 8 миллионнан астам тұрғыннан инфекция табылып, 226 мыңы қайтыс болды. Ондаған штатта вирустың таралу қарқыны қайта күш алып барады. Эпидемия ахуалдың ушығуына байланысты Техастағы Эль-Пасо қаласында коменданттық сағат жарияланып, тұрғындарға мүмкіндігінше үйден шықпауға кеңес берілген. Германияда да коронавирус жұқтыру деректері көбейіп келеді. Өткен тәулікте мұнда науқастар қатары 11 мыңға артты. Мамандардың болжамынша осы аптада вирус жұқтырғандардың тәуліктік саны 20 мыңға жетуі мүмкін. Індеттің өршуіне байланысты Бавария өңірінде шектеу шаралары күшейтілуде. Жаңа тәртіпке сай Австриямен шекаралас Ротталь-Ин ауданында тұрғындардың жүріп тұруы шектеліп, мектептер мен балабақшалар жабылды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, келер айдан бастап елде спорт залдары, кинотеатрлар және бассейндердің жұмысы тоқтатылады. Словенияда осы аптадан бастап мейрамханалар, сұлулық салондары және азық-түлік дүкендерінен басқа барлық сауда орындарының жұмысы тоқтатылып, оқушылар қашықтан оқуға көшеді. Эпидемия ахуалдың ушығуына байланысты тұрғындардың жүріп тұруы да шектелген. Бұқаралық шараларды өткізуге де тыйым салынып отыр. Ал Чехия билігі шетелдік азаматтар үшін шекарасын жауып, түнгі уақытта коменданттық сағат жариялады. Бұған дейін елде барлар, мейрамханалар және сауда орындары жабылған болатын. Шетелден Қазақстанға ұшып келген азаматтардың 98% ПТР тестіден өткен. Бұл туралы көліктегі бас санитар дәрігер Сәдуақас Байғабылов мәлімдеді. Жалпы бүгін түнде елге 7 халықаралық рейспен 652 жолаушы жетті. Олардың тек 11-інде коронавирус жұқтырмағанын растайтын анықтама жоқ. Атап айтсақ, 8-і Нұр-Сұлтанда, тағы 3-еуі Ақтау тұрғыны. Олар Беларусь, Түркия, Біріккен Араб Әмірлігі және Тәжікстанға сапарлап келген. Енді бұл азаматтар тиісті сынама тапсыру үшін карантиндік стационарға жатқызылды. Мемлекет басшысы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры компаниялар тобының 9 айдағы жұмысының қорытындылары туралы есеп берілді. Компания кірісі жоспарланған 167 миллиард теңгеден 2,6 есеге асып, 436 миллиард теңгеге жеткен. Сондай-ақ басқарма басшысы Ахметжан Есімов Қасым-Жомарт Тоқаевқа инвестициялық холдингке айналдырудың артықшылықтары туралы айтты. Жолдаудағы тапсырмаларға сәйкес қор активтерін жекешелендіру бағдарламасы жалғаса беретіні туралы хабарланды.
Жергілікті атқарушы органдар бюджетке түсетін экологиялық төлемдерді 100% тек табиғатты қорғау шараларына жұмсау тиіс болады. Депутаттар жаңа экологиялық кодекс жобасына осындай түзету енгізді. Бүгін мәжіліс экологиялық кодекс жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат негізінде ауаны 80%-ке ластайтын еліміздің тау-кен, мұнай-газ саласындағы 50 ірі кәсіпорны үздік қолжетімді технологияларды енгізуі тиіс. Егер міндетті уақытылы орындаса, олар ірі көлемдегі айыппұлдардан құтылады. Кодекс жобасында бірінші санаттағы ірі кәсіпорындарға қатысты қоршаған ортаға әсерін бағалау жүргізу талабы қойылмақ. Ал екінші санаттағы нысандар скринингтен өтеді. Үшінші дәрежелі кәсіпорындар бойынша декларация қабылданса, төртінші санат реттеуден толық босатылмақ. Еліміздің қарулы күштерінде алтын жебе 2020 кешенді тексеру жұмыстары аяқталды. Оның аясында әскери қызметшілердің қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін меңгеруіне ерекше назар аударылды. Тактикалық оқ атулар өткізіліп, күндізгі және түнгі уақытта жеке құрамның әрекет етуі пысықталды. Сондай-ақ жауынгерлер топография, диверсиялық іс, медициналық дайындық бойынша арнайы нормативтерді тапсырды. Айта кетейік, алтын жебе 2020 арнайы бөлімшелердің жауынгерлік дағдысын жетілдіруге бағытталған шара. Оның нәтижесі бойынша егжей-тегжейлі талдау жасалып, нақты ұсыныстар дайындалады. Алматы облысының Райымбек ауданына 3 жыл бұрын Голландиядан картоптың Санте және Агрия сияқты жаңа тұқымдары әкелініп егілген еді. Нарынқол өңіріндегі барлық шаруа қожалықтары қазір осы тұқымды өсіріп, көбейту жұмыстарымен айналысып жатыр. Болашақта жаңа сұрыпқа деген сұраныс артса, біз оны еліміздің өзге өңірлеріндегі шаруашылықтарға таратуға әзірміз. Өйткені бұл дақылды өсіретін жерді жиі ауыстырған сайын өнімділік өте жоғары болады дейді Райымбек ауданының картоп өсірушілері. Ардақ Айбарлы әңгімелесін. Райымбек ауданындағы бұл шаруа қожалығының Голландиядан әкелінген картоп тұқымын өсірумен айналысқанына 2 жыл болды. Олар өткен жылы әр гектардан орта есеппен 40 тоннадан өнім алған. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Ал биыл қоймаға 1000 тоннадай картоп жиналған. Қазір соның 400 тоннасын саудалап үлгерді. Жергілікті шаруалар картоптың әр қабын 4000 теңгеден сатып жатыр. Алынған өнім негізінен облыс аумағы мен ірі мегаполис Алматы қаласының нарығына шығарылады. Жаңа репродукция алынды, элита, супер элита алынды, агрияда алынды. Екеуі де жақсы нәтиже берді, екеуінде де жаман емес. Қазір 100%-ға уже осы районға таралды деп айтуға болады. Барлық огородқа шейін бәрінде жаңа тұқым бар деуге болады. Қызыл картошка, қызыл көп ұзақ піседі, мынау тез піседі, езілмейді, өнімген дәмді. Әр адам өзінің қимылдауына байланысты. Мысалы, сеткісі 100 теңгеден күнне тереміз, 60-70 не қыламыз, күнне 6000 болады күнде. Райымбек ауданы бойынша биыл 6044 гектар алқапқа картоп өсірілді. Соның 5000 гектарға жуығы шаруа қожалықтарында болса, қалғаны үй шаруашылығында. 2018 жылы 218 тонна Голландиядан тұқым келген, Санте Агрия тұқымдары. Сол тұқымдарды бірінші жылы 70 гектарға егіліп, 70 гектардан 16000 тонна тұқым алынып, ол 2020 жылы 3000 гектарға себілді. Биыл енді әр гектарынан 215 центнерден өнім алынып отырмыз. Сол тұқымды биылғы жылы тағы да көбейтіп, осы картоп тұқымын жақсарту мақсатында жұмыс істейміз. Аудандағы ірі шаруа қожалықтары Голландиядан әкелінген тұқымды еліміздің өзге өңірлеріне шығаруға әзір. Бірақ тұқымдық картопқа деген сұраныс көктем мезгілінде артады. Еліміз бойынша биыл 200 000 гектарға жуық алқапқа картоп егіліп, әр гектарынан орта есеппен 204,7 центнерден өнім алынды. Жалпы көлемі 3,943,000 тоннадай картоп жиналды. Бұл ішкі нарықты қамтамасыз етуге жеткілікті. Қазақстан өткен жылы көрші елдерге 300 000 тоннадай картоп экспорттады дейді еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігіндегілер. Экспорт көлемін ұлғайту үшін әрине ең алдымен тұқым жаңартылып, өндіріске озық технологиялар енгізілуі қажет. Ұлттық экономика министрлігінің статистика жөніндегі комитетінің мәліметінше, биыл картоптың әр келісіне 104 теңгеден баға белгіленген. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар, Алматы облысынан. Түскі жаңалықтардың реті осымен тамам. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді де ұмытпаңыздар.